Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Түркістан қаласы бүгін 6 мемлекеттің мықтылары бақ сынасатын көк кілемде белдесетін күн. Тұран барысы 29 қазан Олимпик сарайы. Сәлден кейін қазір балуандарымыз шығып осы жерде жеребе тартатын болады. Сол арқылы кім-кіммен белдесетінін анықтаймыз. Және кешке дейін болатын бұл шарада финалдық ойындарға дейін барлығымыз көріп, біздің қазақстандық балуандарға жанкүйер болайық. Бүгін қазақ күресін жоғары биікке көтеретін күн. Дәл осы жерде көк кілемде әр елдің мықтылары өзінің шеберліктерін көрсетеді. Үлкен шараның басы қасында және бас микрофон ұстап жүретін осы шараның жүргізуші бар. Ғалым бауырым, ассалаумағалейкум. Алейкум. Көргеннен қуаныштымын. Өзім бауырым ғой. Таңшолпаннан көретін едік, бүгін Тұран барысынан көреміз енді. Бұйырса, алғашқы тәжірибе маған өте қызық, сондықтан да менің ойымша жақсы өтеді барлық. Енді біздікі тек қана ресми бөлім ғой, жүргізіп бастап бері, одан кейін енді залда отырған көрерменге төрешілердің айтқанын жеткізу біздің міндет. Қобалжу бар ма? Бірінші рет өтіп жатыр ғой. Сәл бар, әрине, қобалжу болмаса, ол да болмайды. Саспа, бәріміз қолдап отырамыз. Жақсы өтсін деп тілейміз. Әрине, сәттілік. Палуандарға сәттілік тілейміз. Ал енді бұл шарада бір ғана жүргізуші емес, Ғалым бауырымның қасында Алла деген екінші жүргізуші бас. Кеш жарық. Қош көрдік. Қош көрдік. Қалай, дайындық қалай болып жатыр? Дайындық қызу, кешеден бері дәл осы залда дайындық жұмыстары пысықталды. Кешке дейін енді бізде қалыс қалмай жүргізуші. Қобалжу бар ма? Қобалжу жоқ. Алла қазақ тілінде емес, ағылшын тілінде жүргізеді. Дайындалған шығарсыз? Иә, енді білгеніммен шығам сахнаға. Негізі тәжірибе бар ма? Тәжірибе бар, иә. Қазақ күресін жүргізіп жүрсіз ғой? Жоқ, қазақ күресі бірінші рет айтпақшы. Бірінші рет. Бірақ осыған дейін түрлі халықаралық байқауларды, халықаралық іс-шараларды жүргізгенбіз, сондықтан қобалжу бізде жоқ. Мына палуандарда болмаса, біз енді жүргіземіз ғой. Енді көйлегіңіз әдемі екен. Рахмет. Тек қана Қазақстан емес, енді 30 шақты мемлекеттер бар басқа көретін. Қазақтың киімін көріп тамсанып отыратын жар, қандай бір әдемі. Мына қамзолды арнайы палуандардан алдырдым. Палуандардан? Палуандар осында қамзол кие ма? Киеді екен. Қыздар шығар? Қыздар әрине. Жақсы, онда сіздерге сәттілік тілейміз, жақсы өтсін. Ал біз әрмен қарай кеттік, жүріңіздер. Сәттілік Алла. Ал енді мына жаққа өтейік. Бұл жақта бапкерлік құрам, осы судействоны жасайтын, палуандарды бағалайтын. Қалай болды, таза түсті ма, таза болмады ма? Қайрат мырза, ассалаумағалейкум. Кеше сіздерді дайындықта көрдік, мастер-класста барлығын түсіндірген шығарсыздар. Түсіндірдік, барлығы түсінді. Каждый анау меліш дейді ғой, соға дейін барлығын айттық. Түсінді, енді бүгін құдай қаласа бастаймыз. Бүгін енді бапкерлік құрамды байқап тұрмын, шырттай болып кәдімгідей аппақ көйлек киіп, қызыл галстук тағып дайын екен. Бапкерлік құрам емес, бұл төрешілік құрам. Төрешілік құрам. Біздің қазақ күресінің төрешілік формасы осылай, ақ көйлек, қара шалбар, қызыл галстук. Дайын төрешілеріміз. Бұл жерде біздің ғана төрешілік құрам емес, онымен қоса сол мемлекеттерден келген төрешілер бар. Мемлекеттерден келген төрешілер бар, Өзбекстаннан келген төреші бар, Әзербайжаннан келген төреші бар, Қырғыздан келген төреші бар. Оларды шығарып отырамыз ортаға. Бұл бір жағынан оларға да тәжірибе болады, қазақ күресін толық тану үшін. Оларға да тәжірибе, мына жерден тікелей эфир, үлкен дода болғаннан кейін енді біз оларды көп шығара алмаймыз енді, өкінішке орай. Өйткені олар әлі опыт жоқ. Мына жерден екі елдің бұл жерде енді күрес қой енді ол жерде. Жаңылсып қателесуге болмайды. Сол үшін көбінесе өзіміздің төрешілер шығады. Кейін алдағы уақытта болады ғой, мұғалімдер сертификаттан өткізгендей деген, бапкерлер де сол қазақ күресінің сертификатын өткізгеннен кейін бар. Оларға сонда мүмкіндік берілетін шығар? Мүмкіндік беріледі. Бізде алда международный семинарлар болады, өзіміздің жоспарымызда республикалық семинарлар болып тұрады ғой. Біздің төрешілер барлығы тәжірибелі төрешілер Қазақстанның. Енді жаңағы шеттен келген төрешілерді құдай қаласа соған баулаймыз. Онда сәттілік. Жақсы болсын. Рахмет. Ойдағыдай өтсін. Ал біз жалғастырамыз, жүріңіздер. Сонымен достар, қазір енді қобалжулы сәт, мурашки по телу дейді ғой. Алғашқы белдесуде қазір Мажарстан мен Әзербайжан, қазір есеп 3-1.
Әзербайжан құрамасы отып жатыр. Енді белдесуді толық көріңіздер. Енді ғана басталды, бірақ қызықтың тартысының барлығы осы жерде болып жатыр. Сонымен достар, алғашқы белдесу, алғашқы жеңіс Әзербайжан құрамасы Мажарстанмен болған. Белдесуде жеңіске жетті. Қазір енді бас жаттықтырушысынан құтты болсын. Құтты болсын, жеңіске жетті. Қалай жігіттерге қобалжыдыңыз ба? Как напряжение было? Напряжение очень тяжелое. Ага. До конца боролись, да, ребята? Да, еле-еле выиграли. Ну, иншаллах, следующий, наверное, тур уже хорошо будет. Ага, удачи ребятам. Спасибо, спасибо. Көрдіңіздер ма? Белдесу кәдімгідей тартысты болып жатыр. Соңына дейін теңгеліп, бірақ соңғы жағында Әзербайжан құрамасы жеңісті Мажарстаннан жұлып алды. Қазір енді келесі құрамалар шығады. Бірінші болып, екінші айналымда Қырғызстан құрамасы шығып жатыр. Ал олармен бірге қазір көріңіздер, кім қарсылас болатыны. Жалғастырамыз, жүріңіздер. Қырғызстан құрамасы. Достар, қазір біз Қызыл бұрышқа қарай бара жатырмыз. Бұл жақта қырғыз бауырларымыз екінші кездесуде, екінші белдесуде түрік бауырларымыз белдесуге шықты. Қазір енді екінші айналым кезеңі бойынша қырғыз бауырларымыз жеңіске жетті. Бірінші кезеңде Әзербайжан болса, ал екінші кезеңде қырғыз бауырларымыз. Үшінші кезеңде тағы да бізде Қазақстан шығады. Қазір күтіңіздер. 5-2 есебімен Қырғызстан командасы жеңіске жетті қазір. Ассалаумағалейкум аға. Жеңіс құтты болсын. Қалай болды жігіттердің тартысы? Команда, Түркия командасы күшті екен. Жақсы, балдар даяр болды шу. Ойын болды ма? Ойын болды ма? Переживание? Переживание болды. Сүйін атамыз. Енді бұйырса әмкелерді ұтыс керек. Қазақстан құрама командасымен шығамыз. Жақсы, әлмен қарай тағына сәттілік тілейміз. Қазақстан командасы күшті. Өте күшті, өте күшті. Қазір көреміз. Қазір енді үшінші белдесу. Төрде Мажарстан мен Өзбекстан. Қазір балуандары шықты, бір-бірімен танысты, төс қағысты. Ал енді әр қайсысы өзінің салмақ дәрежесі бойынша күресетін болады. Жалпы есеп бойынша жеңіске кім жететінін қазір көреміз осы жерде. Сонымен достар, үшінші белдесуде Өзбек бауырларымызбен Мажарстан сыққан болатын. Жалпы есеп 6-1 болды. Өзбек бауырларымыз, палуандарымыз жеңіске жетті. Қазір енді мына жақта жаттықтырушысы видеоға суретке түсіріп тұр екен, осы бір қуанышты сәтті. Біз балуандарымызды да осы жерден күтіп алайық. Қараңыздаршы. Өзбекстан жеңіске жетті. Қазақ күресінен қазір үшінші белдесуде Мажарстанды ұтты. Құтты болсын. Қалай болды? Yaxşı, рахмат. Рахмат. Жігіттер қалай? Напряжение болды ма? Ozgina, mana bizda 74 kilogrammimiz ozgina qiynaldi. Raqibi juda kuchli ekan. Faqat 82 kilogrammga ham juda og'ir bo'ldi. 82 kilogramm juda qiyinchilik bilan g'alabaga erishdi. Bir qo'shimcha bo'ladi. Ha, biz asosiy raqiblarimiz qozoqlar. O'zbekiston aytdi. Finalga дейін baramız. Finalda Qozog'iston va O'zbekistonni biletini chiqaramiz. Endi Xudo xolasa finalga yaqinlasa asosiy raqibimiz Qozog'iston bo'ladi, u yog'ini vaqt ko'rsatadi. Al jigitlarga sa'tlik tilaymiz. Jigitlarga sa'tlik tilaymiz. Rahmat. Qirg'iziston. Al jigitlarga sa'tlik tilab qo'ydik. Biz Armen qarай жалғастырамыз, жүріңіздер. Қазір енді көк кілемге қырғыз бауырларымыз шығып жатыр. Ал қырғыз бауырларымызға бізде қазір Қазақстан құрамасы шығады ағайын. Көріңіздер, Қазақстан құрамасына. Қараңыздар, жанкүйерлерді қараңыздар. Қазақстан үшін бүгін осында жиналған бауырларымыз, жанкүйерлеріміз осында. Қараңыздар,
Қазақстан деп көк туымызды жоғарыға. Алма жата қазақ бауырларымыз. Қазақстан шықты, қараңыздар. Ал жеңіс тілеп қояйық бәріміз. Енді қаншалықты қырғыз қазақ бір туған дегенмен, бірақ жарыста Қазақстан, қазақ бауырларымыз жеңсе деп тұрмыз. Ал барлығымыз дұға етіп қояйық. Тақым қысып отырмыз қазір. Жанкүйерлердің барлығы, Олимпик сарайы, осында жиналғандардың барлығы Қазақстан жеңсе деп тұр. Біз де тілейміз соны. Жүріңіздер көрейік. Құрметті достар, кәдімгі жүрек толы қуаныш. Қазақстан құрамасы 7-0 есебімен Қырғызстанды ұтты, жеңіске жетті. Жүріңіздер, қазір артқы жаққа барамыз. Біздің балуандарымызды жеңіс тұғырынан бірден күтіп алайық. Жарайсың қазағым. Міне біздің балуандар. Өткенде сұхбатта көп сөйлемеген еді. Тек қана дайындық керек бізге деп. Бүгін көрдіңіздер, әрқайсысы шығып жеңіске жетті. Ассаламағалейкум жігіттер. Құтты болсын. Ассаламағалейкум жігіттер. Құтты болсын. Жарайсыңдар жігіттер. Жарайсыңдар. Ассаламағалейкум, құтты болсын жігіттер. Жарайсыңдар. Қазір мына жақта бапкерлік құрам өздері ақылдасып жатыр. Себебі бұдан кейінде жекпе-жектер бар. Қазір дайындық керек. Ішке барып жігіттер дайындалады. Біз енді әрқайсысын сұхбат сұрап, қалай болады, не істейді, не қыламыз деген сияқты сұрамай-ақ қояйық. Барлығын өздеріңіз қазір өздеріңіз көресіздер. Барлығын сіздер үшін осы жерде түсіріп жатырмыз. Қазір жігіттер қайтадан дайындық залына кетті. Сол жақта жігіттер дайындалатын болады. Баке, қалай болды? Қобалжу болды ма біздің жігіттерге? Жоқ, енді бұл біріншіде тапсырма болды. Асықпай бәрімен жарыстың несін зерттеу кішкене өз-өздеріне келу үшін. Қазір көрдіңіздер ғой, зал айқайлап, жүрек бөлек қобалжу еткен. Қазағымыз шыққан кезде Аллаға шүкір әрқайсысы шығып жеңіске жетті. Енді бұл пандемиядан кейін өтіп тұрған жарыстар, бұның алдында бұндай жарыстар жиі өтіп тұратын. Біз өз басымыз үйренгенбіз. Жігіттердің де қарқынын көріп тұрмыз, сағынып шыққан сияқты осы үлкен жарысты. Әрине, бұл енді өз елдерінде өтіп жатқаннан кейін әр спортшыға біздің балуандарға қиынырақ та кішкене. Рахмет Ереке, жігіттерге сәттілік тілейміз. Әлі осы жақта боламыз, жанкүйер. Әзірбайжан мен түрік бауырларымыз қазір көк кілемге шықты. Қазір таныстық болып жатыр. Осыдан кейін белдесу басталады. Жүріңіздер көрейік. Құрметті достар, көк кілемде Түркия мемлекетімен өзіміздің жігіттер Қазақстан шығып жатыр. Қазір енді алғашқы белдесуде Қазақстан 7-0 есебімен қырғыздарды ұтқан болса, ал қазіргі белдесу Түркиядан келген балуандармен болады. Қазір енді барынша дұға етіп, көрермендер осы теледидардың алдында болсаңыздар, осы эфирді көріп отырсаңыздар, біздің қазақ жігіттеріне жанкүйер болсаңыздар, енді жігіттерге жеңіс тілейміз. Қазақстан көк кілемде және Түркия мемлекеті белдесу басталады. Көрейік! Құрметті достар, екінші белдесу Қазақстан құрамасы Түркия құрамасын 7-0 есебімен ұтып жеңіске жетті. Әрмен қарай тартысты бәсеке әлі жалғаса береді. Бірақ біздің қазақ балуандары бүгін жарап жатыр біздің қазақ балуандары. Қазір енді дайындыққа кетті қазақ балуандары. Олар арғы жақпен кетті, ал біз осы жақта келесі белдесуді осы жерде тамашалайтын боламыз.
Құрметті достар, белдесудің соңғы 5 қана секунды ғана қалды. Осы жерде шешіледі. Егер Әзербайжан қазір ешқандай тәсіл жасамаса, қырғыз бауырымыз жеңіске жетеді. Бірақ мына жерде ауыр салмақта жарақат алып қалған сияқты болды. Жүріңіздер, Қырғызстан 3-ші орын. Құттықтап қойыңыздар. Қырғыз бауырларымыз 3-ші орын алды бүгінгі жекпе-жекте. Жүріңіздер. Бір-бірі құттықтап жатыр қазір. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын аға. Жеңіс құтты болсын. Құтты болсын. Рахмат жоқ. Жеңіс құтты болсын. Аллах разы болсын. Құтты болсын. Қазір енді құттықтаймыз шын жүректен қырғыз бауырларымызды. Қазақ-қырғызы бір туған дейміз ғой бүгінгі тұран барысында қырғыз бауырларымыз 3-ші орынға жеңіске жетті. Шын жүректен құттықтаймыз. Қалай болды? Жоқ, рахмат. Аллах разы болсын. Айбай қиын күреш болды біріншіден. Балбандар айбай қату даярлық көріп келіштір. Соңғы секундқа дейін бірдей болып келдіңіздер. Бірден менен. Бары Аллахтан болды да бияғычынай. Еми дағы келіп тұрауыз бұйырса. Дайындық қалай болды осы? Дайындық сон болған. Алдағы жарыстарға келесіздер ғой? Келес, иншалла келес. Қырғыз бауырларымыз шын жүректен құттықтаймыз. 3-ші орын. Құтты болсын қырғыз елі. Рахмат. Ал кәнекей енді осыдан кейін финалдық бәсеке. Қазақстан мен Өзбекстан қазір осы жаққа көк кілемге шығады. Күтейік. Енді білмеймін, айтып жеткізу мүмкін емес. Жүректің дүрсілі, осы жақта жанкүйерлердің қобалжуы. Қазір соңына дейін Қазақстан үшін жанкүйер боламыз. Енді кім мықты екені осы жерде көк кілем шешеді, көреміз. Құрметті достар, Олимпик сарайы тола жанкүйер, тола көрермен осы жерде. Барлығы кәдімгі жүректері дүрсілдеп отыр. Шешуші белдесу осы жерде қазір біздің Қазақстанмен. Мына жақта өзбек бауырларымыз белдесіп жатыр. Ең соңғы есеп 3-3. Кім жеңеді? Сол бірінші орын жеңіске жетеді. Мына жерде енді екі палуан да мықты, екеуі де түйе палуан бір-біріне беріспей жатыр. Есеп 3-3. Қазір кім айла жасайды, кім тәсіл жасайды? Белдесудің 3 минуты ғана қалды. Қазір енді екеуі де бір-біріне беріспей жатыр. Қазір негізгі уақыт аяқталды. Екі палуанда бірдей болды уақыт бойынша. Ескертулерде опайсандар бірдей болғандықтан қазір екі палуанды осы жерде белдестіреді. Белдесу уақыты 1 минут, екі палуанға бірдей уақыт беріледі. Кімді егер қолы шығып кететін болса, аяғы тиетін болса, жеңіс оның қолынан ұшады. Қазір тәсіл жасалды, бірақ соның нәтижесін қазір экраннан көрсетейін деп жатыр. Қалай болған? Кім айла тәсіл жасалғанын осы экраннан көрсетеді қазір. Төрешінің шешім бойынша қазір қазақ балуан жеңіске жетті дейді. Бірақ өзбек балуандары бұл шешіммен келіспей жатыр. Қайталап тағы да бір көреміз дейді. Тағы да бір көрсеттім деп жатыр. Қараңыздар. Бұл жерде тәсілді кім қолданды және кім түсіргені маңызды. Құрметті достар, құрметті ағайын, бүгін Түркістан тұран барысы, қазақ күресі, Қазақстан жеңіске жетті. Бүгін тағы да бір қайталау сұрап жатыр. Финалдық ойында енді кәдімгідей тартысы болып жатыр. Бір видеоны бір емес осымен 3-ші рет қайталап көрсетсін деп жатыр. Себебі өзбек балуандары бұл шешіммен келіспей жатыр. Құрметті ағайын,
Егемен Түркістан Тұран барысы қазақ күресі. Бүгін қазақ күресінің жеңімпазы Қазақстан құрамасы Ғалымжан Қырықбай соңғы белдесуде жекпе-жектің өзбек бауырларымызбен 3-3 есебі және бұл белдесуді шешкен Ғалымжан Қырықбай түйе палуан есеп Қазақстанның 4-3 есебімен Қазақстан құрамасы жеңіске жетті. Тұран барысы 2022 жыл Қазақстан құрамасы жеңімпаз, құттықтаймыз. Құрметті достар, қазір жеңімпаздарды марапаттады Қазақстан құрамасы бүгінгі осы Тұран барысының жеңімпазы. Өткенде ғана сұраған еді, қалай болады деп. Барлығын финалда көрсетеміз дейді, Тұран барысында көрсетеміз деді. Ал бүгін жеңіс төрінде көк туымызды жоғары көтеріп